Мәриям сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Кәф, хә, я, айн, сад. Бұл Раббыңның пендесі Зәкәрияға тигізген шарапатының баяны. Бірде ол Раббысына сыбырлап қана іштей мінәжат етті. Сонда ол былай деген еді: Уа Раббым, сүйегім саудырап, басым бейне бір ақ жалынға шарпылғандай шашым ағарды. Уа Раббым, өзіңе қай кезде болмасын дұға еткенімде әсте махрұм қалған емеспін. Расында мен өзіме мұрагер болатын жақындарыма қарап алаңдаудамын. Әйелім болса бедеу, маған өзіңнің шексіз шарапатыңмен бір мұрагер перзент нәсіп ете көр. Ол менің де, Яқуб әулетінің де мұрагері болсын. Уа Раббым, оны өзіңнің разылығыңа бөлегейсің. Сонда Алла тағала періштелері арқылы: Уа Зәкәрия, сені, есімі Яхия болатын ұлмен сүйіншілейміз, қуантамыз. Біз бұған дейін ешкімді оған аттас қылған емеспіз, яғни оның атын ешкімге қойған емеспіз деп уахи етті. Зәкәрия таң қалып: Уа Раббым, әйелім болса бедеу, ал өзім әбден қаусап, қартайған шағымда қалайша балалы болмақпын деп сұрады. Сонда уахи әкелген періште оған: солай болмақ. Бұл Алланың пешенеңе жазғаны. Раббың мен үшін ол оп-оңай. Шынын айтқанда, сені де кезінде жоқтан жараттым ғой дейді деді. Зәкәрия: Уа Раббым, ендеше маған әйелімнің бала көтергенін көрсететін бір белгі бере көр деп өтінді. Алла оған: саған берілетін белгі, сап-сау болғаныңа қарамастан, 3 тәулік бойы ешкімге де тіл қата алмай қаласың деді. Содан ол ғибадатханадағы михрабтан, құлшылық ететін бөлмесінен қауымының алдына шығып, оларға тіл қата алмаса да, Раббыларыңды ертелі-кеш еске алып ұлықтаңдар деп ишарат қылды. Сөйтіп Яхия дүниеге келіп, ер жетіп, пайғамбарлық міндетті атқара алатын жасқа келгенде, Алла оған: Уа Яхия, кітапты, Тәуратты мықтап ұстан деп бұйырды. Біз оған бала күнінен ақ хикмет, даналық пен ақыл парасат нәсіп еткен едік. Сондай-ақ оған өз тарапымыздан ерекше мейірім мен пәктік, адал көңіл, ақ пейіл нәсіп еттік. Ол күнә атаулыдан барынша сақтанып, аулақ жүретін тақуа жан болатын. Ата-анасына қайырымды да қамқор бола білді. Әсте озбыр әрі тілазар болған емес. Оған туған күні, қайтыс болған күні және қайта тіріліп мәңгілік өмірге қадам басатын күні де Алланың сәлемі болсын, рахымы, мейірімі түссін. Уа Мұхаммед, оларға бұл кітапта Мәриям жайлы да айтып бер. Ол кезінде отбасынан уақытша қол үзіп, тек құлшылық ету һәм Алланың құдіретімен жалпы жаратылыс мәселесінде терең ойға шому мақсатында қасиетті ғибадатхананың шығыс жағындағы бір жерге оңашаланған еді. Ол адамдар мен өзінің арасына перде тұтып, олардан барынша оқшауланған еді. Сол кезде біз оған рухымызды, яғни Жәбірейіл періштені жібердік. Ол оған өте келісті адам бейнесінде көрінді. Мәриям күтпеген жерден пайда болған ер кісіні көргенде шошып кетіп, мен сенен, яғни сенің жамандығыңнан сақтай көр деп, Рахманнан пана тілеймін. Егер Алладан шынымен қорқатын тақуа жан болсаң, маған тиме деді. Сонда рух оған: мен бар болғаны, саған пәк перзент сыйлау үшін келген Раббыңның елшісімін деді. Сол кезде Мәриям таңырқап: мен қалай бала көтермекпін? Маған ер адам атаулының қолы тиген емес. Сондай-ақ мен ардан безген жеңіл жүрісті әйел емеспін деді. Сонда Алланың атынан сөйлеп тұрған рух: солай болмақ. Бұл Алланың пешенеңе жазғаны. Раббың мен үшін ол оп-оңай. Біз оны, яғни оның ер кісінің қатысынсыз дүниеге келуін адамдарға құдіретіміздің шексіздігін көрсететін айғақ,
айқын дәлел, сондай-ақ бізден келген рахым қыламыз. Бұл үкімі кесілген, кесімді түрде шешілген іс дейді деді. Сөйтіп, Мәриям Исаға жүкті болды да, сол күйі бәрінен қол үзіп жырақ кетті. Содан ай күні толғанда, қатты қысқан толғақ оны бір құрма ағашына барып сүйенуге мәжбүр етті. Сонда ол күйеуге шықпай жатып бала тапқанын, мұның тек Алланың қалауы, әрі құдіретімен болған іс екенін ел жұртқа қалай түсіндірерін білмей қатты күйзеліп, әттең, бұдан бұрын ажал құшып, бір жолата ұмыт болғанымда ғой деп аһ ұрды. Сол кезде төмен жағынан бір дауыс: мұңайма, қарашы, Раббың астыңнан бұлақ шығарды. Қане, мына құрма ағашын өзіңе қарай тартып, сілкілеп жібер. Алдыңа жаңа піскен таза құрмалар түссін, төгілсін. Ал енді құрмадан жеп, судан іш, һәм көзайым бол. Егер біреу-міреуге кезігіп қалсаң, ишарат қылып, мен Рахман үшін ауыз бекіттім. Сондықтан да бүгін бірде-бір адаммен тілдеспеймін де. Сөйтіп, Мәриям нәрестесін көтеріп қауымына келді. Олар оған: «Уа Мәриям, шүбәсіз сен адам айтқысыз сұмдық іс істедің. Уа Харунның қарындасы, әкең жаман адам еместі, анаң да ардан безген жеңіл жүрісті әйел болған емес» десті. Сонда Мәриям: «Менен емес, мынадан сұраңдар» дегендей сәбиін нұсқады. Қауымы: «Бесіктегі сәбимен қалай сөйлесеміз?» деді. Сол кезде сәби: «Мен Алланың құлымын. Ол өзінің жазуы бойынша маған кітап береді, және мені пайғамбар қылады. Мені қайда болсам да адамдарға жақсылық, құт-береке әкелетін мүбәрәк жан қылды. Сонымен қатар маған тіршілігімде, яғни дүниеден өткенше намаз оқуды, жағдайым болса зекет беруді, һәм өзгелерді соған үндеуімді бұйырды. Сондай-ақ маған анама мейірбан, қайырлы ұл болуды бұйырды. Мені озбыр, әрі ешкімге қайыры жоқ сормаңдай қылмады. Маған туылған күнімде, қайтыс болатын күнімде және қайта тіріліп мәңгілік өмірге қадам басатын күнімде Алланың сәлемі болсын, ықыласы түссін деп оларға тіл қатты. Міне, яһудилер мен христиандардың күмәнға бой алдырып, бір-бірімен сөз таластырып келген Мәриям ұлы Иса жайлы айтылған хақ сөз осы. Алланың балалы болуы лайық емес. Ол мінсіз, жаратылыс атаулыға ұқсаудан пәк. Нұқсандық атаулардан ада, ол бір істің немесе нәрсенің болуын үкім қылса оған тек бол дейді. Сонда ол бірден бола қалады. Иса пайғамбар қауымына: «Шүбәсіз, Алла менің де Раббым, сендердің де Раббыларың. Олай болса, оған ғана құлшылық етіңдер, міне нағыз тура жол осы» деген еді. Алайда діни топтар, яһудилер мен христиандар ол жайлы әр алуан пікірді ұстанып, бір-бірімен талас тартысқа түсті. Бар ақиқат айқындалатын, әрі күллі адамзат есепке тартылатын ұлы сот күні Аллаға күпірлік қылғандардың жағдайы нендей өкінішті. Олар құзырымызға, алдымызға келген күні бар ақиқатты анық естіп, анық көреді. Алайда Аллаға өзгелерді серік етіп қосып, күпірлік қылу арқылы өздеріне һәм өзгелерге зұлымдық жасаған залымдар бәрібір ақиқаттың ауылынан тым алыста, көпке көрінеу адасуда болады. Уа Мұхаммед, оларға өздеріне қатысты кесімді үкім беріліп, сол үкім жүзеге асырылатын һәм бәрі де кеш болатын қасірет пен өкінішке толы бір күн бар екенін айтып ескерт. Олар күндерін ғапылдықпен, ғаплетпен өткізуде әрі иман етпеуде. Шүбәсіз, жерге және ондағы барлық тіршілік иелеріне мына біз мұрагерміз. Соңында олардың барлығы бізге қайтарылады. Ал енді бұл кітапта Ибрахим жайлы сөз қозға. Шүбәсіз ол өте турашыл жан, әрі хақ пайғамбар еді. Бірде ол әкесі Әзарға: «Уа әкетай, неліктен мүлдем естімейтін,
көрмейтін, әрі өзіңе титтей де пайдасы тимейтін меңіреу пұттарға табынудасың. Уа әкетай, маған расында да саған қонбаған ілім қонды. Ендеше менің жолыма түс, сені тура жолға бастаймын. Уа әкетай, өзіңді азғырып пұттарға табындырып жүрген әзәзіл шайтанға табынба. Шынында шайтан Рахманға асылық қылды. Уа әкетай, егер осылай жалғаса берсе, кәпір болған күйде өліп, Рахманның жазасына ұшырауыңнан, сөйтіп шайтанның тозақтағы ажырамас досы болып кетуіңнен қорқамын, деді. Әкесі оған: Ей Ибрахим, сонда сен менің құдайларымнан сырт айналмақсың ба? Егер бұл қылығыңнан тыйылмасаң, сені таспен атып өлтіремін. Ал енді біраз уақыт көзіме көрінбей, менен аулақ жүр деп зекірді. Ибрахим оған: Ендеше, сау бол әке. Сен үшін Раббымнан кешірім тілеймін. Ол шынында да маған өте шарапатты да мейірімді, деді. Соңында Ибрахим әкесіне һәм қауымына: Мен бұдан бұлай сендерден, әрі сендердің Алланы бұлай қойып, Құдай тұтып жалбарынып жүрген нәрселеріңнің бәрінен іргемді аулақ саламын. Мен тек Раббыма ғана дұға етіп жалбарынамын. Раббыма дұға етсем, сендер ұқсап әсте махрұм қалмаспын, деп айтты. Ибрахим айтқандай-ақ, олардан һәм олардың Алланы бұлай қойып табынған нәрселерінен іргесін аулақ салып, бір жола қол үзді. Сонда біз оған көзінің нұры етіп Исқақ пен Яқупты бердік. Һәм екеуін де хақ пайғамбар қылдық. Сөйтіп оларды, яғни үшеуін де, рахмымызға бөлеп, көптеген жақсылықтарға кенелттік. Сондай-ақ ел аузында шынайы түрде дәріптелетін қылдық, яғни ел жұртқа жақсы атты қылдық. Ал енді бұл кітапта Мұса жайлы да сөз қозға. Шүбәсіз ол Алланың таңдаулы да ықыласты еткен хас құлы еді. Өзіне кітап берілген елші һәм хақ пайғамбар еді. Біз оған Тур тауының оң жағынан үн қатып дауыстап, өзімен жеке сөйлесу үшін өзімізге жақындатқан, яғни құзырымызға келтірген едік. Сондай-ақ оған рахым шарапатымызды төгіп, бауыры Харунды да хақ пайғамбар әрі сүйеніш етіп берген едік. Сонымен қатар, бұл кітапта Исмайыл жайлы да сөз қозға. Шүбәсіз, ол уәдеге берік жан еді. Елші әрі хақ пайғамбар еді. Ол отбасынан бастап, бүкіл ел жұртына намаз оқып ораза ұстауды бұйыратын, Раббысының разылығына бөленген жан еді. Сондай-ақ бұл кітапта Идрис жайлы да сөз қозға. Шүбәсіз ол өте турашыл жан, әрі хақ пайғамбар еді. Біз оның мәртебесін өсірдік һәм оны жоғарыға, яғни көкке шақырдық. Міне, осылар Алла ерекше нығметке бөлеген кітап, ілім, даналық және ақыл парасат нәсіп еткен пайғамбарлар. Олар Адам атаның ұрпағы, яғни тікелей ұрпағы Идрис. Нұхпен бірге кемеге мінгізген құлдарымыздың ұрпағы, яғни Нұхтың тікелей ұрпағы Ибрахим. Ибрахим мен Исраилдың, Яқуптың ұрпақтары, яғни Ибрахимнен Исмаил, Исқақ пен Яқуп, Яқуптан Мұса, Харун, Закария, Яхия мен Иса. Сондай-ақ олар тура жолға салған, әрі таңдаған құлдарымыз. Олар Рахманның аяттары оқылғанда жылаған күйі сәждеге жығылатын еді. Алайда, кейіннен олардың орнын нашар ұрпақ басты. Олар намазды тәрк етті, әйел балашаға, дүние мүлік, мансап, атаға абырой-сынды дүниелік нәрселерге қызығып, нәпсілері қалаған нәрселердің соңына түсті. Олар түптің түбінде құрдымға, немесе тозақтағы терең сайға құлап, сазайларын тартады. Ал араларынан тәубе етіп, игі істер істегендердің жөні бөлек, олар жұмаққа кіреді. Титтей де әділетсіздікке ұшырамайды.
Олар Рахманның иманды құлдарына ғайыптан хабар беріп, яғни оларға көрсетпей, уәде еткен қисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені адын жұмақ бақшаларына кіреді. Олар да өз кезегінде Аллаға һәм оның уәдесіне кәміл сенген болатын. Оның уәдесі міндетті түрде орындалады. Олар онда бос, әрі пайдасыз сөздер естімейді. Тек қана есендік, амандық және бақыт тілеген жақсы сөздер естейді. Сондай-ақ онда ризық несібелері де ертелі-кеш дайын тұрады. Құлдарымыздың арасынан Аллаға аслық қылудан барынша қорыққан тақуа жандарға мұра етіп беретін жаннатымыз міне осы. Жебірейіл періште, уа, көктен уақи күткен, һәм уақи кешіккенде көңіліне қаяу түсетін Алланың елшісі. Біз періштелер жерге Раббыңның әмірімен ғана түсеміз. Алдымыздағы, артымыздағы және сол екі арадағының, яғни өткен шақтағы, келешектегі һәм бүгінгі істеріміздің барлығы оған ғана тиесілі. Сондай-ақ сенің Раббың ұмытшақ емес, сені де әсте ұмытқан емес деді. Ол күллі аспан әлемі мен жердің және екеуінің арасындағы барлық нәрсенің Раббысы, жалғыз иесі. Ендеше оған құлшылық қыл және құлшылық қылғаныңда сабырлы әрі табанды бол. Оған аттас һәм тең келетін біреуді білемісің? Ал имансыз кәпір адам, сонда мен өлгеннен кейін қайта тіріліп, қабірімнен шығарыламын ба дейді. Адам баласы өзін әу баста жоқтан жаратқанымызды есіне алып, сәл де болса ойланбай ма? Раббыңа серт, біз оларды өздерін азғырған шайтандармен қоса қайтадан тірілтіп, махшарға жинаймыз. Содан кейін барлығын қорқыныштан тізе бүккен күйі жаһаннамның айналасына жинаймыз. Содан кейін әр қауымның ішінен дүниеде өздеріне ризық несібелерін беріп, рахмын төккен, Рахманға бағынбай ең көп аслық қылған әрі ең көп шектен шыққандарды жұлқып бөлек шығарамыз. Содан соң кімдердің жаһаннамға бойлай кіруге ең алдымен лайық екендігін біз жақсы білеміз. Уа адамдар, сендерден жаһаннамның басына бармай қалатын, соқпай кететін ешкім болмайды. Бұл Раббыңның мөрі басылған кесімді үкім. Содан кейін Аллаға асылық қылудан қорыққан тақуа жандарды құтқарып, есесіне Аллаға өзгелерді серік етіп қосу һәм күпірлік қылу арқылы ең үлкен зұлымдықты жасаған залымдарды жаһаннамда тізе бүккен күйі қалдырамыз. Өздеріне ақиқатты анық етіп көрсететін айқын аяттарымыз оқылғанда, күпірлік қылғандар иман келтіргендерге, өздерің айтыңдаршы, бұл екі топтың, яғни мүміндер мен кәпірлердің қайсысының мерейі анағұрлым үстем, әрі қоғамы, тұрмыс тіршілігі мен базары, жиыны әлде қайда салтанатты деп айтады. Әйтсе де, біз олардан бұрын дүние мүлік һәм сән салтанат жағынан өздерінен әлде қайда артық болған қаншама нәсілді жойып жібердік. Уа Мұхаммед, оларға кімде-кім күпірлік қылып адасып жүрген болса, Рахман Алла бұл дүниеде оның дәулетін арттырып, ғұмыр жасын ұзақ қылғанымен не пайда? Ондайлар ақырында өздеріне уәде етілген азапты немесе қиямет қайымды өз көзімен көргенде ғана кімнің орнының дәрежесі анағұрлым төмен, әрі нөкерінің әлде қайда әлсіз екенін білетін болады деп айт. Ал тура жолға түскендерге келсек, Алла оларды тура жолда одан сайын табанды қылып, оған деген ынта-ықыластарын арттыра түседі. Сондай-ақ мәңгі бақи өшпейтін һәм әсте зая болмайтын иманға негізделген игі істер болса, Раббыңның құзырында, сауап тұрғысынан да, нәтиже жағынан да әлде қайда қайырлы. Аяттарымызды жоққа шығарып, күпірлік қылғандарды һәм маған ақиретте байлық та, бала шаға да беріледі деп көкігендерді көрдің бе? Сонда ол ғайыптан хабар алудың амалын тапты ма жоқ әлде
Рахманның құзырында саған ақиретте байлықта, бала-шағада берілет деген уәде алды ма? Жоқ, әсте олай болған емес. Біз оның айтқан сөзін жазып аламыз, содан кейін тартар азабын үстемелеп, созған үстіне соза түсеміз. Оның айтқандары, яғни мал мүлкі мен бала-шағасы түбінде бізге мұра болып қалады да, дәргейімізге қара басы бір өзі ғана келеді. Олар, мүшіріктер, өздеріне күш-қуат әрі абырой әперет деп, Алладан өзгелерді тәңір тұтты. Жоқ, олар тәңір тұтқан періштелер, жындар, әулие әнбиелер, көсемдер мен патшалар, Алланың алдына барғанда, олардың өздеріне табынғандықтарын мойындамайды әрі оларға дұшпан болады. Уа Мұхаммед, көрдің бе? Біз күпірлікте қасарысқан кәпірлерге шайтандарды айдап салдық. Шайтандар оларды тынбай азғырып күнәға шақыруда. Сондықтан да оларды жазалауға асықпа. Адам айтқысыз қылықтарына сабырлылық таныт. Шүбәсіз, біз олардың күнін санап отырмыз. Күндердің күнінде Алланы қадір тұтып, оған асылық қылудан қорыққан тақуа жандарды сыйлы да құрметті қонақ ретінде Рахманның дәргейіне қошеметтеп жинаймыз. Ал күнәға белшесінен батқан күнәһарларды кенезесі кепкен күйде жалынды жаһаннамға айдаймыз. Сол күні Рахманның құзырында Аллаға жақындығының арқасында өзгелерге шапағат ету құқығына ие болғандардан басқа ешкімнің өзгеге шапағат етуге қақысы болмайды. Олар Рахманның баласы бар дейді. Яғни мүшіріктер Рахман кейбір періштелерді өзіне бала қылып алды десе, яһудилер Рахман Үзәйірді бала қылып алды деді. Ал христиандар Рахман Исаны бала қылып алды деп айтты. Шүбәсіз сендер өте өрескел, тым сорақы ауыр сөз айттыңдар. Бұл сөздеріңнің ауырлығы соншалық күллі аспан әлемі шатынап, жер жарылып, таулар күл талқаны шығып құлауға шақ қалды. Рахманның баласы бар. Яғни періштені немесе адамды өзіне бала қылып алды деп айтқандары үшін солай болуға шақ қалды. Әйтсе де балалы болу, яғни періштені немесе адамды өзіне бала қылып алу, Рахманға лайық емес, һәм жараспайды. Күллі аспан әлемі мен жердегінің барлығы Рахманның шексіз құдіреті мен қалауына бас иген құлдары болып келеді. Одан басқа ештеңе демес. Ол құлдарының барлығын шексіз ілімімен қамтып, өздерінде, істерінде жіпке тізгенді етіп, жеке-жеке санап, тіркеп қойды. Қиямет күні олардың барлығы оның алдына, мал мүлкінен, бала-шағасынан, туған-туысынан, таныс тамырынан қол үзіп, һәм күш қуатынан, атақ-абыройынан жұрдай болып, сопайып жалғыз келеді. Иман келтіріп, игілікті істер істегендер бар ғой. Рахман Алла оларды жерде де көкте де сүйікті қылады. Олар дәл қазір аз әрі қауқарсыз болса дағы, ақырында өздерін күллі әлемге мойындатады. Уа Мұхаммед, Аллаға қарсы келіп асылық етуден сақтанатын тақуаларға қуанышты хабар жеткізуің, әрі оған хас дұшпан болған қасарыспа қауымды ескертуің үшін осынау Құранды тілін жеңіл қылып, өз тіліңде түсірдік. Біз олардан бұрын қаншама нәсілдің, қауымның көзін жойдық. Қане, солардың біреуінің болсын, бар жоғын сеземісің? Немесе олардың үнін естеймісің?